Франция, Америка, Жапонияның да жағдайына зер салыңыз. Мінеки өздеріңіз байқағандай, зәулім ғимараттар, көше толы машиналар, тіпті метро мен трамвайлар. Ағылшын, неміс, француз, жапондардың күні бүгінге дейін ешкімге дес бермейтіні осы. Ғылымы мен білімі, мәдениетінің негізі ерте қаланған. Ал қазақтаршы бұл кезде не істеп жүрді? Енді қоғам қайраткері Қайрат Жолдыбай ағамыздың мына әңгімесін мұқият тыңдап көріңізші. Біз неге мұндай тақырып қозғап отырғанымызды түгел түсінесіз. Мен осы бірнеше жыл бұрын Германияда жүрміз, Мюнхен қаласында. Сол жерде ВМБ автокөлігінің музейіне бардық. Сол кезде 18 ғасырдың аяғында, 19 ғасырдың басында шығарған автокөліктерін көрдік. Мотоциклдерін көрдік. Қандай керемет, дизайнның өзі қандай керемет. Механизм істеу, кәдімгідей менің қиялымда жоқ. Сол ғасырда сондай машина шығарады деп мен ойламаппын. Бірақ сол ғасырдағы қазақ даласында сол кезде өзім елестетіп көрдім. Біз не істеп жүрдік деп. Біздің бай манаптарымыз сол әнші ақын сал-серілерді тыңдап, қазақ үйде ет асып жеп, қымыз сапырып ішіп жатты. Бейбіт заман болмады ма? Қазақ даласында болды. Сол кездерде неге біз ғылымға көңіл бөлмедік? Неге біздің оқымысты балаларымыз тәрбиелеп алға ұмтылмадық? Неге біз ойын сауық салып, той думаның ортасында ғана өттік? Әрине, соғыс кезін мен оны басқаша айтар едім. Соғыс болған жағдайда да біз белгілі бір дарынды балаларымызды соғысқа шығармай, сол бағытта тәрбиелеуіміз керек еді. Біз орысқа бодан болған кезде біз бойымызда күшіміздің жетпегендігінен емес, біз технологиядан ұтылдық. Олар пушкаменен кіріп келген кезде біз ештеңе істей алған жоқпыз. Тіпті жоңғарлардың өзіне орыс пушка беріп, қолдап отырды. Біз еркімізбен орысқа бодан болған жоқпыз. Біз ғылым білімнен кенжелеп қалғаннан кейін біз соларға бас идік. Әйтпесе орыстар кімдер еді? Орыстар кезінде Алтын Ордаға салық төлеген. Олардың кішігірім князьдары сол князьдыққа шығу үшін біздің хандардың үзеңгісін сүйіп барып, аяғын сүйіп барып таққа отыратын болған. Сондай бір ұлт, біз сондай ұлттан, сондай бір орыс деген халықтан біз қалай ұтылып қалдық? Қалай соларға бодан болып деген сұрағын іздесек, біздің ұлтымыздың қатесін түсінеміз. Және бұл қателіктен әлі біз айыққан жоқпыз. Әлі той тойлап жүрміз. Әрі өсек пен төсектің әңгімесінен, қысыр әңгімеден, арзан қалжыңнан шыға алмай, әрі дүбәра болып күй кешіп жатырмыз. Қазақтың артта қалуының басты себептерінің тағы бірі 300-ге бөлініп алып ғұмыр кешуі. Ғалым Жанұзақ әкім айтады, 1700 жылдан бастап 1 Петрдің бұйрығымен қазақ даласын отарлауға жүйелі кіріскенде Тәуке, Әбілқайыр, Абылай, Бөкей, Жәңгір, Кенесары хандар ұру жүзге бөлінген және негізгі кәсібі барымта болған қазақ хандығының бірлігін сақтай алмады. Саны қазақтай 300-ден астам Нобель лауреаттары шыққан әлемдегі қаржының 4/1 билеген еврейлер 13 рудан тұрамыз демейді. Біз бір халықпыз дейді.